Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Нұржет Нұртай. Ауылдасың ғой. Ауылымды сағындым, бауырымды сағындым, елімнің туған жерімнің топырағын сағындым. Қазір мына тананы суғарайын деп жатырмын. Қазығын суырайық. Че, ар жақта бұзаулар міне батыр. Авай, іш жерден. A few moments later. 1,000 years later. Болсай, қанша сағат ішесің? Day 3. Наконец-то. Қай? Ой! Айба. Мына жерде дым жоқ қой. Ар жаққа арқандайық. Паркур. Қай. Все, арқандап қойдым. Сенің кезегін. Я просто похлопаю. Енді сен қанша сағат су ішеді екенсің? Day 2. Day 3. О, болды. Өз орнына арқандай салайық. Енді сенің очеретің. Все, бұзаулар бітті. Енді ешкілер қалды. Ану, тұр. Чо там? Все, достар, барлық малды суғарып болдық. Төрім дегенден бәрі пісіп қалыпты. Біреуін жеп көрейік. Дәмі бірінші жеген кезде қышқылдау болады. Уақыт өте келе тәтті бола бастайды ма? Сондай бірдеңе. Сіздер төрімді жақсы көресіздер ма? Комментарий жазып кетіңіздер. Жму пинус, свободка, петухи, Жапырақтан бәрі сарғайып жатыр. Көшеміз жап-жас болып тұрушы еді, қазір уже сап-сары болып тұра тұр. Жылқы суғарып жатырық. Достар, мен инстаграмыма тіркеліңіздер. Міне, бұл жақта мен күнде история салып отыратын боламын. Так что тіркеліңіздер. Менің арыма тіркеліп кетіңіздер. Мың подписчик болуға сәлі қап. Егер де сіз арнаға тіркелмеген болсаңыздар, дәл қазір астыға түсіп, подписаться деген кнопканы басып, сұғып сізге айдан жұт достаңыздар. Алда бетті арнаға тіркел, лайк бас, комментарий жаз, колокольчик бас. Достар, сағат 5:30 болды. Қазір мына қойларды қораға қамайтын кез келді. Нұрап қан ұшып қойды өтегі. Авай, чөт. Ешкілер кеп қалды тау жақтан. Вот, қораға кірді деген осы. Ей, кірмеқа. Чөй. Оригиналная есік. Оригиналная құлып. Оригиналная қойлар. Достар, сиырларға алма тұрап беру керек. Келген кезде бірден орнына тұрып қалу үшін. Ё-мо, нәті алма жоқ қой жота. Ағашта бар, бірақ жерге түспетті. Ё-мо-ё. Сиырларға алма берілмейді жақта. Күнде алма жеп жүрген сиырлар ғой. Күз болды уже, жапырақтар бәрі түсіп, жерде шашылып жатыр. Достар, қазір ауылының сырт жағында біздің бір бұзау жүр екен. Қазір соны айдап көру керек. Жан жаққа қашып жоқ бұл кетпей тұрғанда. Кезде жүгіріп барайық. Әйтпесе жан жаққа қасып, басқа бұзау қосылып жоқ бұл кетеді. Осы жерде жүр дейді. Еман мынау жүр ғой. Еще басқаның үйінде. Уже аяқтан сиыр келіп жатыр уже. Тезірек осы бұзауды айдап, сиырдың алдынан күтіп алу керек. Че? Естіп қаныш еді ғой бұзау деген. Еще аяғы ақсақ. Сонда жан жаққа біреуінің шабақтарына кіріп сөйтіп жүр. Осыдан кейін қалай ішпейсің? Серьезно, ты не верил. Мынау бұзауды қостық. Енді сиырға қарай зытайық. Ол келген жоқ, үлгердім. Қазір сиырлар кеу керек. Достар, сиыр кеп жатыр уже. Қазір байлап қалған соң жалғастыратын боламын. Байлап болайық. Ол мәне бірінші атаман сиырымызды келе жатыр. Қазір байлап тастайық. Короче, достар, қазір мен шырт жақтағы малдарға бара жатырмын. Уже кеш батып келе жатыр. Соларды әкелу керек. Қазір ешкіні босат жібере салайын. Босаттан үйді өзі толып барады. Все, давай. Бар. Енді мына бұзаумен ар жақта бұзау
и ана тана бар. Соларды қосып бірге айдап кететін боламыз. Так, бірінші қайсыдан бастасам болады? Ана бұзаудан бастайық. Ана бұзау алыста тұр. Соны босатып, сосын осы тана босатып, и соңғысына ана бұзауды босатып, бірге айдап кететін боламыз. Емін не өліп қатты өткен ба? Ай, жүре. Мұнаны үстіп айда жіберейік. Сосын тананы босатайық. Қазығын суыр жерімізді, лақтыр жерімізді чө дейміз. Гениально. Шошымайды ғой онша. Осы бұзауларды, таналарды қосып үйге айда жібереміз. Короче, достар, бүгінгі видеом осындай болды. Егер де осы видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, және комментарийге өз пікірлеріңізді жазбай кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Нұржүк Бақтай, сау болыңыздар. With